Қайырлы таң достар, жұма қабыл болсын. Мені тиктокта біраз оқырмандар жоғалып кетті, шықпай қалды, дым болды, жым болды деп жазып жатыр екен. Шүкір аман есенмін, уайымдамаңыздар, сағынсаңыздар. Міне шықтым. Маған жаттығулардың ішінде ең ұнағаны осы созылу жаттығуы. Йога жаттығуы, пилатес деп аталады және стретчинг деп аталатын. Осы 3 түрлі жаттығу маған қатты ұнайды. Мұны жасағанда адамның бойындағы қан айналым жақсарып, энергия көтеріледі. Қайырлы таң достар, қалайсыңдар? Мен андай бір таныстарым бар да, андай бір қалай түсіндірсе болады. Кеше допустим өліп, ішіп, мас боп, құлап, шегіп, андай деп, короче, үйіне 4 аяқтап қайтады да, келесі күн түк болмағандай, жұма мүбәрәк болсын деп же, или келесі күн, или жұма күні таңертең сондай стористер салады да, жұма мүбәрәк болсын, бірдеңе, пайғамбар бүйткен де сөйткен, ойбай, қырды жойды. Келесі күн дым болмағандай, деп клубта айыр жүреді ғой, тақиямен сөйтіп жүреді, клубта айырып, ішіп, текиларамыз ба деп же, сондай. Зачем? Садиктен келе жатырмыз, ары садикке апарып, оказывается, қазір біліп жатырмыз, что садиктардың түрлері көп болады екен. Жаңағындай просто баланы апарып тастап, кешке алып кететін садиктар, олар енді ойнатып, жаңағындай істейді, но бірақ баланың даму жағын қарастырмайды. Ондай садиктар бар екен. Үкіметтің садиктары әсіресе сондай дейді да, мен естігенім бойынша. Ал кейбір садиктар бар, которые біздің Амирді апарып жүрген садик. Ол жақта баланың дамуына өте қатты мән береді. Күніге жаңағындай нейрофитнес, сурет салу, баланы дамыту жағы, ағылшын тілі болсын, көптеген андай жаттығулар арқылы баланы сөйлетуге, осы әлемді түсіндіруге көмектеседі. Сол үшін біз осы Патша Kids садигін таңдаған болатынбыз. Егер балаңыздың садикте ғана болған емес, дамуы керек болатын болса, осы садикке апарсаңыз болады. Өзімізде андай болып кетті ғой. Оңай болып кетті ғой. Сен не аласың? Шүкір. Екінші үйім Ақтөбеге кетіп қалдым. Дубайлық тұғар. Ақтөбелік Коля тіке айтуға болады. Жектермен қонақ күтіп деген қалай еді? Қонақта отырып. Қонақ болды. Болды. Ақтөбе жақсы, бүгін тойдан Ақтөбеде құдай қаласа. Сыйламаса сыйламай